Анамыз Айша Әжімбек қызы 1928 жылы 10 тамызда Қостанай ауданы Красный партизан ауылында өмірге келді. Руы Қыпшақ Қараман. 1943 жылы әкемізбен бірге отау құрды. Еңбек өтілін 1941 жылы Никелтау станциясында сауда саласында бастаған. 1949 бен 1969 жылдар аралығында Новоресей ауылында қойманың меңгерушісі болып жұмыс атқарған. 1969 бен 1987 жылдар аралығында Хромтау қаласында тауар дүкенінің меңгерушісі болып жұмыс жасап, зейнеткерлікке шықты. Әрдайым еңбегі бағаланып отырды. Ағайындар ортасында сыйлы, беделді, асыл жар, аяулы ана, сүйікті әже болды. Әкемізбен бірге өмірге 8 бала алып келді. Бүгінде балалары ер жетіп, өмірде өз орындарын тапты. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған отбасы. Алла берген 16 немере, жиен, 20 шөберені сүйіп, қызығын көріп кетті. Анамыз, өзіңізбен өткен күндер жүрегімізде мәңгілік махаббатпен сақталады.